Менің атым Аружан. Жасым 18-де. Жедел жәрдемде фельдшер болып істеймін. Менің тойымда ата-анамды ең соңғы үстелге отырғызды. Енем күлімсіреп, олар кедей, өз орнын білсін деді. Ал менің болашақ жарым тек басын изеді. Сол сәтте мен микрофонды қолға алып, бірақ сөйледім. Бір кеште олардың бай, сән салтанатты өмірі күл-талқан болды. Бұл шындыққа толы, жүректі шайқайтын оқиға. Астана шетіндегі пәтерді әкем 18 жыл бойы банкке төлеп ақыры сатып алды. Соңғы төлем қызы менің 18 жасқа толған күнімен тұспа-тұс келді. Сол кеште отбасымызбен балмұздақ кафесіне бардық. Өзін өмір бойы аяп келген әке алғаш рет екі үлкен ванильді шарға тапсырыс берді. Серікжан, сен шынымен оны жеп бітіре аласың ба? Деп анам күлді. Нұргүл, мен 18 жыл бойы бір порция жеп, банкты тойдырдым. Бүгін өзім үшін тойлаймын, деді әке көздері жайнап. Әкем 25 жыл бойы электрик болып жұмыс істеді. Тізесі ауырып, арқасы шаршаса да бір күнде ауруға жатпады. Кешке 6-дан өтіп үйге келгенде әрқашан бәрімізбен уақыт өткізетін. Анам Нұргүл 30 жыл мектепте тәрбиеші болды. Әр баланың кім екенін, не жеп, не жылағанын бәрін білетін. Кейде өзінің жалақысына топтың жартысын қосымша тамақтандырып жүретін. Мен Қайратпен ауруханада таныстым. Қайрат биік бойлы, өзін мықты ұстайтын жігіт еді. Ол есік ашып қолынан ұстап қымбат мейрамханаларға апаратын. Әр таң сайын хат жазатын. Мен тұмауратып қалғанда боранда қала аралап дәрі әкеп берді. Әкеңізге екінші ұл боламын деп уәде берді. Бірақ алғашқы кездесуде Қайраттың анасы Райханмен танысқанда бәрі өзгерді. Райхан Асқарқызы мені бастан аяқ өлшеп шықты да. Фельдшер екен, шаршататын жұмыс қой, деді жоғарыдан қарап. Қайрат бұрын облыстық бас дәрігердің қызымен жүрген. Енем соны жиі еске салып отыратын. Ұсыныс өте салтанатты болды. Жеке кабинет, скрипка, шамдар. Енем әріптестерімен кездейсоқ сол мейрамханада отырды. Мен иә дедім, өйткені әлі де борандағы жігітке сендім. Той дайындығы нағыз шабуылға айналды. Енеммен ұнатқан кафе мен мәзірді өзгертіп, өзінің адамдарына келді. Анам өзінің алма пирогын пісіріп әкелгісі келгенде, Райхан Асқарқызы жай ғана күлімсіреді. Нұргүлжан, бұл өте сүйкімді, бірақ бізде светский той, ауыл жәрмеңкесі емес қой. Той күнімен ерте келіп, залды тексеріп шықтым. Бас үстелде тек енемнің туыстары мен Қайраттың бизнес серіктестерінің карточкалары тұр. Менің ата-анама 11 үстел, дәретхана мен қоқыс арбасының арасындағы ең соңғы орын берілген. Хатты орындықтар күңгірт жарық құдалардың орны төрде болу керек қой. Бірақ Райхан Асқарқызы таңертең бәрін өзгертіп тастаған. Қайрат айна алдында тұрып, күміс түймелерін түзеп тұрды. Анам қонақтардың статусына қарай отырғызды деді. Орын бар, отырады ғой, не проблема? Деді. Ал мен? Қайрат, менің әке-шешем ең төменгі даяшылар шығатын жаққа отырғызды. Саған бұл қалыпты ма? Дедім. Қайрат үндемеді. Көзінде өкініш емес, тек ашулану бар еді. Сол кезде мен дәлізде Райхан Асқарқызының дауысын естідім. Қарашы, оның әкесін костюмі базардан алған сияқты. Анасы өзі тоқыған шәлі киіп келген. Электрик пен тәрбиеші. Оларды артқы жаққа отырғыз, ең дұрысы сол. Қайрат жауап берді. Дұрыс айтасың, ана. Олар артта отырса, оңтайлы. Осы сәтте менің ішіме суық, айқын шешім келді. Мен әйелдер бөлмесінде тұрған құрбым Жанардың қасына келдім. Жанар айна алдында ерін далабын салып тұрған нейрохирург сияқты байыпты. Жанар, маған шұғыл кеңес керек. Жанар далабын жауып, сөмкесіне салды да бүкіл денесімен бұрылды. Айт. Кіріспесіз, себебі менің табағым суып жатыр. Мен жарты минутта бәрін түсіндірдім. Жанар үнсіз тыңдады, ешқандай ойбай немесе жай ғана жаның ашып деген сөзсіз. Тек басына аз ғана қисайтты да, қонақтан кәсіби заңгерге айналды. Аяқтаған соң қысқа ғана сұрады. Соңғы мақсатың не? Қазір заң бойынша қаншалықты еркінсің, білгім келеді.
Жанар өзінің кішкентай сөмкесінен телефон, блокнот, қалам шығарды. Мен шыдамадым. Сен кодексті де салып қойған жоқсың ба? Кодекс машинада. Тойға келе жатырмын, демалысқа емес. Кенеттен жанжал шығып қалса ше? Деді Жанар күлмей. Ол жылдам түсіндірді. ЗАГСқа өтініш берілген, бірақ рәсім кешкі сағат 8-де. Расписка жоқ. Сен заң бойынша әлі еркінсің. Өтінішті кез келген уақытта қайтарып алуға болады. Аружан, есте сақта. Достар басталған соң саған бүкіл зал қысым жасайды. 150 адам, бұл психологтық пресс. Шешімді қазір қабылда, әлі үстелге отырмағанда. Мен почти шештім. Маған бір нәрсе көру керек. Мен көріп қайттым. Серік Нұрланов, яғни әкем, әскери жетік отырған, қолдарын тізесіне қойып. Пиджағының барлық түймесі қадалып, сауыт сияқты. 10 жыл бұрын алынған мерекелік галстук мұқият байланған. Аяқ киімі жылтырап тұр, өте сақтаған заттың ғана болатын жылтыры. Ал анам қасында отыр, өз қолымен тоқыған шәлісін түзеп. Арттарындағы подсобка есігі үнемі тарс-тарс жабылып, қуырылған еттің иісі мен даяшылардың жүгірісі естіліп тұрды. Әке деп жұмсақ қана шақырдым. Қызым, не болды? Бәрі жақсы. Әке күлімсіреуге тырысты. Сендерде бәрі әдемі болса болды. Біз анамен табуреткада да отыра береміз, тек сен бақытты болсаң. Анам жеңнен тартты. Отыр, бірдеңе же. Таңертеңнен бері су ішіп жүрсің, бетің бозарып кетті. Мама, мен мұны қазір тоқтатамын. Дедім. Аружан, біз үшін шу шығарып жанжал жасама. Біз үйренгенбіз, бізге мұнда да жақсы, осы біз үйренгенбіз деген сөз Райхан Асқарқызының барлық менмен сөздерінен де қатты күйдірді. Атанам ренішті жұтып өмір сүруге соншалық үйреніп қалған, әділеттіліктің өзі оларға қауіпті сән сияқты көрінеді. Сол кезде Райхан Асқарқызы досымен қасынан өтіп бара жатты. Баяу, мұз кемесі сияқты салтанатты. Анам сол сәтте шәлісінен шығып тұрған жіпті жасыруға тырысып жатқан. Райхан Асқарқызы оларға жиренішпен қарап, досына бірақ естілетіндей етіп айтты. Ешкім оған дұрыс шәлі сатып алмаған ба, көзге ұят. Бірақ өздерінің орнын білу керек қой, деді. Әкем үстел астында анамның қолын қатты қысты. Мен оның көзінен 28 жыл өмірінде ешқашан көрмеген нәрсені оқыдым, ол ашы ұят. Өзі үшін емес, отбасын осы той күні қорғай алмаған үшін ұят. Мен залды кесіп өтіп Қайратты би алаңының жанынан ұстадым. Анаң менің анамды жиналған жұрт алдында топыраққа араластырды. Қазір барып одан кешірім сұратуын талап ет. Аружан, тағы басталды ма? Сен жанжал шығарғың келіп тұр. Адамдар қарап тұр. Деді Қайрат. Дәл солай. 150 адам естіді, сенің анаң менің анама орын көрсетті. Тыныштал. Сеніңкілер қарапайым адамдар, оңай ренжімейді. Кешке дейін шыда, кейін сөйлесеміз. Деп Қайрат қолын жұлып алып, бас үстелге қайтып кетті. Енем оның қолын мақұлдап қағып, Қайрат тыныштықпен бокалын көтерді. Осы сәтте мен өз таңдауымды түпкілікті жасадым. Мен сахнаға бардым. Асаба, микрофонды 1 минутқа берші. Микрофонды алып, сол дауыспен сөйледім, барлық туыстарды тыныштандыратын салқын, нақты дауыспен. Құрметті қонақтар, назарларыңызды 11-ші үстелге аударсаңыздар. 150 жұп көз гүл аркаларын, жеміс пирамидаларын өткізіп, подсобка есігі мен қоқыс арбасының қасындағы қатты орындықта отырған Нұрлановтарға тірелді. Мек бәрін тыныш, бірақ анық айттым. Таңертең атанам 1-ші үстелде болған. Райхан Асқарқызы бәрін қайта жасап, бүкілектерді қайта басып, Нұрлановтардың атын өшірген. Қайраттың сөзін дәл келтірдім. Нұрлановтар артта отырса ыңғайлы. Қасымовтар мен серіктестер біз үшін маңыздырақ. Залда үнсіздік орнады. Содан кейін 9-шы үстелдегі Рая тәте дауыстап айтты. Дұрыс айтасың, жаным Аружан. Жаңғақтарын қысып таста. Залда қозғалыс басталды. Адамдар тұра бастады. Мен баяу фатамды шешіп әдемі етіп бүктедім де сахнаның шетіне қойдым.
Микрофонды қойдым. Содан кейін бүкіл залды кесіп өтіп, 11-ші үстелге келдім. Әкем мені күтіп тұрған еді. Анам тынышшылап бетін қолдарымен жауып тұрды. Мен екеуін де құшақтадым. Жанар құрбым есікте менің курткамды ұстап тұрды, такси келіп қалған. Арттан Райхан Асқарқызының истерикалық дауысы естілді. Ол жай ғана иесінен адасқан. Қайраттың үмітсіз айқайы. Аружан. Тоқта. Күт. Мен артыма қарамадым. Қайрат соңымнан жүгіріп келмеді. Бұл оның тұлғасына соңғы нүкте қойды. Бір сағаттан кейін ата-анамның пәтерінде телефон шырылдады. Жанар еді. Рәсім сағат 8-де өтті. Сен келмедің. Расписка ресми түрде жойылды. Заң бойынша сен толық еркінсің. Телефон экранында Қайраттан 14 қоңырау, Райханнан Асқарқызынан 3, оның әкесінен 1. Хаттарда сүйіктім деп басталып, сен менің атымды масқара еттің, мен саған кешірмеймін деп аяқталатын. Солай күндер өтті. Фармацевт Галина Ивановна қорапшаның ішіне қарап, содан кейін маған қарады. Үндемеді. Тек чекті соғып, сатып алған затты мөлдір емес пакетке салды. Ішімнен бірдеме сезіп, үйге келіп тексердім. 2 жолақ ескі, 90-шы жылдардан қалған плитка үстінде көрінді. Мен суық кафельге отырып, жылап жібердім. Рекламадағыдай бақыттан емес, өмірім енді қаншалықты күрделене түскенін түсінгендіктен. Анам 1 сағаттан кейін оны тауып алды. Сүлгілерді алуға кірген анам раковинадағы тестті көріп, бір сәт тоқтап қалды. Сосын тізесі ауырса да, қасындағы плиткаға отыра кетті. Қызым, сен жалғыз емессің. Сен ешқашан жалғыз болмайсың. Білем, мама. Жай ғана қорқынышты әке иесінен адасып кетеді ғой деп күлімсіредім. Анам жымиды. Ең жақсы мағынасында, десеңші. Ол 28 жыл бойы удочкасын алып шығып, мен атамын деп айтатын сәтті күтіп жүреді. Енді балықты 2 есе көп аулау керек болады. Оған осы мүмкіндікті бер, қажет екенін сезінсін. Мен Қайратқа Жанар тексерген 3 қысқа хат жібердім. Мен жүктімін. Баланы қалдырамын. Барлық сұрақтар адвокат арқылы. Жауаптар толқынмен келді. Таңертең қайтып кел, бәрін ұмытып бірге өсіреміз. Түсте біз баланы сот арқылы аламыз, сен кіммен байланысқанын білмейсің. Түнде бұл сенің ең үлкен қателігің, бәрін өзің қираттың. Бір телефонда 3 түрлі адам. Жалбарынған, қорқытатын және сот. Бірақ сүйген әйел үшін орындықты жылжытатын бірде-бір ер адам жоқ. Той өтпей қалғаннан кейінгі таңертең Райхан Асқарқызының нөмірі блокқа түсті. Бірақ бейсенбіде мен анама балконда дымқыл кірді ілсуге көмектесіп жүргенде, үйдегі стационар телефон шылдыр ете қалды. Әкем әдеттегідей трубканы көтерді. Райхан Асқарқызының металдай салқын, әмірлі дауысы балконға дейін естілді. Серік Нұрланов, иллюзиясы сөйлесейік. Бұл бала Қасымов. Әкем менің есіктегі тұрғанымды көріп, тыныш қана кесіп тастады. Қызымның өз адвокаты бар. Сомен шешендік сайысыңыз. Сау болыңыз. Трубканы абайлап орнына қойып, шайына қайта көшті. Анам қолдары көтерілген күйі қатып қалды. Серікжан, тағы қорқытып жатыр ма? Ешқандай жаңалық жоқ, Нұргүл. Әсерленгіштерге арналған ойыншықтар. Сен картошканы бақылап қой, әйтпесе күйіп кетеді. Деп сөзді аударды. Жанар мені тәжірибелі отбасылық адвокат Алмаш Сабитовнамен таныстырды. Алмаш бірінші кездесуде бәрін ашық айтты. Ана жағында жұмыс, баспана және туыстардың қолдауы болса, сот көбіне ана жақта болады. Ал Қасымовтардың шоттары бұл банктегі сандар, ОПК үшін дәлел емес. Бір аптадан кейін Қасымовтар адвокаттарын жіберіп, бізді қорқытып қыспаққа алды. Мен ешкімге шағымданбадым, әлеуметтік желілерге төкпедім. Бір айдан кейін есікте Қайрат тұрды. Әкем есікті ашып, бүкіл есікті толтырып тұрды. Қайрат бір саты төменде тұр. Бетінен жүдеген, көзінің асты көгеріңкі, бұрынғы жылтыр жоқ. Серік Нұрланов, кешіріңіз, мен сол кезде қорғауым керек еді. Аружанмен 5 минут қана сөйлесуге рұқсат етіңіз. Әке қозғалмады. Қызым бәрін айтты.
Сұрағым болса, адвокатқа бар. Алмаш Сабитовна тыңдайды, деді. Қайраттың беті бұзылды. Өтініш енді ашуға айналды. Сіздер әлі өкінесіздер. Біздің отбасы мұны қалдырмайды. Әкем оған ұзақ қарады да, ақырын ғана. Мен ешкімді кілем үстінде күштеп ұстамаймын. Бірақ өз үйімнің есігін өзіме қалдырамын, деді. Есік тыныш жабылды. Кешкі ас кезінде әке ештеңе демеді. Тек менің тарелкамды ығыстырып қойып, қызым кезекші қалай өтті? Деп сұрады. 5 айдан кейін мен өзімнің бір бөлмелі пәтеріме соңғы қорапты кіргіздім. 3 ай алдама жерде, ата-анама жақын. Әке ипотекадан қалған бар ақшасын маған көмек ретінде аударды. Линолеум толқындап, желдеткіш ыңырсып тұрды. Өз үйім еді. Анам бір аптада перделер тігіп жайлетті. Әкем кранды жөндеп сөрелер жасады. Қабырғаның ортасында ерекше әдемі зат байқадым. Пап, мына жолшық не үшін? Деп сұрадым. Бірден кімнің үйі екені көрінсін. Әлі есімді ойлап таба алмадық қой. Ойланыңдар, орын дайын, деді ақырын сипап. Мадина сейсенбі күні таңғы сағат 6:14-ге дүниеге келді. Әкем немересін алғашқы болып құшақтады. Мозоль мен тыртыққа толы үлкен қолдарымен кристалл заттай абай ұстады. Серікжан, маған да ұстатшы, деп анам сыбырлады. Қазір, Нұргүл. Біз маңызды нұсқау өткізіп жатырмыз. Ол ұйықтап жатыр, бәрі миына жазылып жатыр. Мен оған өмір ережелерін айтып беремін. Анам болса Мадинаны фотоға түсірумен болды. 47 фото түсірді. Мен қызықтап кейін санап шықтым. 2 аптадан кейін пошта жәшігінен адресі жоқ тығыз конверт табылды. Қолжазбаны мен Болат Қайырбекұлының ашық хаттарынан танитынмын. Ол кешірім сұрады, әйелі мен ұлы үшін емес, өзінің үндемеген үшін. Ол бәрін көрген, әңгімелерін естіген, бірақ араласпаған. Ол аталық рөлге таласпады тек. Егер бір күні Мадинаға бір рет қарауға рұқсат етсең, мен мұны үлкен мейірім деп санар едім, деп жазыпты. Мен хатты оқып, бүктеп қызғылт аурухана белгісінің қасынаға тумбочкаға салдым. Жауап қатпадым. Үміт енді менің бағытым емес еді. 1 жылдан кейін сот кездесу графигін бекітті. Қайратқа айына 2 демалыс күні, таңғы 9-дан кешкі 5-ге дейін. Ол уақытында келетін. Мен оны осы үшін құрметтейтінмін. Қарым-қатынас құрғақ, тек іс жүзінде. Прививкалар, тамақтану, кездесу уақыты. Райхан Асқарқызының келісім шартта есімі жоқ. Кездесулер тек менің немесе ата-анамның қатысуымен. Бұл нағыз қорлық, деп шулады Райхан Асқарқызы адвокаттар арқылы. Бұл мемлекеттік шекара, деп қайырды Алмаш Сабитовна. Кездесу күндері Қайрат өзгерген еді, тыныш, езіліңкі. Мадинаны қолынан ұзақ уақыт жібере алмайтын. Бірде мен оның бетін нәзік баланың шашына көміп тұрғанын көрдім. Оған өкініш емес, егер батылдық танытып, басқа таңдау жасаса, қандай Қайрат болар еді деген сағыныш келді. Демалыс күндері ата-анамның үйінде жиналатынбыз. Үйде мектепте менің алған алғыс хаттарым жиналған бұрыш бар, дөңгелек жер үстел мен жан жағындағы анам тіккен құрақ көрпелер әлі де барлығын біріктіріп тұратын. Жаңа піскен нанның дәмі, пісірілген жүгерінің иісі, үйдің иісі жанар өзінің судья көмекшісі күйеуімен келетін. Мадина атасының тізесінде отырып көзілдірігін жұлып алуға тырысатын. Әкем салтанатты түрде қалтасынан кішкентай ойыншық бұрауышты шығарып, немересінің алақанына салды. Құралды бөліктен білу керек, розеткалар сені тыңдасын. Анам бірден тартып алды. Тағы не? Алдымен институт бітірсін, сосын электрикке жазылсын. Мен айтпақшы, қызыл дипломсыз қаланың жартысын жарықсыз қалдыра аламын, қаласам. Деді әкем. Дәл солай, қаласаң. Ал дәліздегі розетканы 3 ай жөнде алмай жүрсің. Күлкі ас үйді толтырды. Мадина бұрауышты лақтырып әкеге қарай созылды. Атасы оны құшақтап сыбырлады. Естідің бе, кішкентайым? Сенің атаң бұрын бүкіл қалаға жарық жөндеп жүрді, енді бәрін тек сен үшін жөндейді. Мен бөлмені көзбен шолып шықтым. Басыңдағы шам аздап ызылдап тұр.
Дәліздегі түсқағаздың жиегі көтеріліп тұр. Балкон есігінен жел өтіп, анам қарашайынан наурызға дейін жыл сайын оны оралған сүлгімен жауып қоятын. Қымбат диванда, хрустальда, миллионға алынған залда жоқ. Бірақ осы дөңгелек жер үстел басында отырған әр адам осында болуды өзі таңдаған. Әр қайсысының осыған құқы бар еді. Ешкім қоқыс жәшігінің қасында отырған жоқ. Бұл біздің отбасымыздық үстеліміз. Сәнді алтын жалатылған орындық емес, махаббатпен анам құраған құрақ көрпелер. Бірімізді ешқашан жеткіліксіз сезіндірмеген адамдардың арасындамыз. Егер осы оқиға жүрегіне жетсе, пікір қалдыр. Сенің ойың мен үшін маңызды. Тағы да осындай шынайы оқиғалар алда. Арнаға тіркеліп алуды ұмытпа.